Ассалаумалейкум. Бүгін ақыл тіс туралы айтамыз. Ақыл тіс, яғни медицина тілімен 8-ші тіс. Ол ақыл тіс деп айтатын себебіміз ақыл тоқтатқаннан кейін шығады. 15-20 жас аралығында толық қалыптасып кетеді. Ақыл тіс ол әлем бойынша әлем халқының 30%-ына ғана толық қалыптасып дұрыс өседі екен. Қалғанда көбінесе қисық өсіп, 7-ші тісті итеріп, немесе астында қалып қойып. Адамның жағы былай жақ сүйегі кең болса, онда ақыл тіс жаңағы толық өсіп, дұрыс өсіп шығады. Ал егер адамның жақ сүйегі тарлау болса, онда ақыл тіске шығатын орын болмайды, 7-ші азу тісімізді осылай итеріп, ісіну ауруы тудырады. Сол себепті 6 айда бір рет жаңағы стоматологқа келіп консультация алып отыру керек. Сол кезде сіздің тісіңіз жаңағы ақыл тісіңіз рентгенге түсіріп, қалай орналасқанын бәрін анықтап, егер қисық өсіп, 7-ші тісіңізге ауру тудырып жатса, кесу арқылы тісіңізді жұлады.